Сәлем достар, бүгін сіздермен отчет уақытын продление, яғни ұзартатын боламыз. Егер де сіз отчет уақытында өз отчетыңызды тапсырып үлгермейтін болсаңыз, осы процесті қолдансаңыз болады. Немесе қазір бәріне белгілі отчет тапсыру уақытында база дұрыс жұмыс жасамай қалады, сол себепті продление жасауды ұсынамын. Ең алдымен кабинетке ECP ключпен кіреміз. Сосын бізде осындай уведомление келіп тұр, яғни бұл степень риск. Степень рискті продлениеге тікелей әсері бар. Яғни степень риск мұнда жазулы тұрады. Степень рисктің 3 түрі бар. Ол низкая, средняя және де высокая. Бұл жерде средняя болып тұр. Средняя деп тұрғанымыз ол отчет уақытын 15 күнге ұзартатын болады. Ал егерде степень риск низкая болып тұрса, онда 30 күнге дейін продление жасай аласыз. Ал егерде высокая болып тұрса, онда продление жасалынбайды. Сонымен төменге қарай жылжытып, мұнда танысамыз. Далее батырмасын басамыз. Ең алдымен біз налоговый заявление бөліміне барамыз. Осы жерде, осы бөлімдердің ішінен біз мұндағы продление, предоставление налоговой отчетности дегенді таңдаймыз. Енді мұндағы қажетті графаларды енгіземіз. Үшінші жолақта 212-ге галочка қоямыз. Сосын код формы деп тұр. Сізде қай формалы отчетты продление жасайсыз, соны енгізесіз. Яғни 910.00. Сізде 911 болуы мүмкін, немесе 920 болуы мүмкін, соған сай жазасыздар. Сосын полугодие деген жерге қай жарты жылдықты продление жасап жатырсыз, соны көрсетесіз. 1. Сосын год деген жерге қай жыл, соны енгіземіз. Енді төменге қарай жылжытамыз. Соңғы этап бұл жерде код органа государственных доходов, яғни жеке кәсіпкерлік қай жерде тіркелген, соны енгіземіз. Оны сервисі бөліміндегі регистрационный данныйдан қараймыз. Осылайша барлығын толтырып алдық. Енді қателік бар немесе жоқ екендігін тексереміз. Проверить заполнение. Ошибок нет, яғни қателік жоқ. Окей. Енді біз бұл жаңа продлениені отправить жасаймыз, яғни жіберетін боламыз. Ол үшін отправить в УГД дейміз. ECP ключпен қол қоямыз. Окей. Мұнда қол қоямыз. Выбрать. Отправка успешно завершена. Окей. Енді бұл жайлы мәліметті біз налоговый заявление бөліміне барып көре аламыз. Мұндағы жазбаларды жинақтаймыз, яғни создать заявление дегеннің үстінен басамыз. Сосын найти батырмасын басамыз. Міне, мына жерде бізде продление обработано деп тұр. Уведомлениені қараймыз. Байқап тұрғандарыңыздай, отчет уақыты сентябрь айының 2-сіне дейін ұзартылған. Сонымен ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егерде ИП егов қызметтері қажет болса, описаниедегі номерге хабарласыңыздар, және де лайк, комментарий қалдырып, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар.